Ағай, сосын қалайсыз ағай, сізге бір айтайын дегенмін. Бір анау изобара, изотерма, изохлоридың андай координат жазады ғой, білесіз бе ағай? Соны бізге түсіндіріп жібересіз бе? Қайсыңқы қалай болады деген сияқты. Болды. Қараңыздар енді, мысалға біріншісі, мен просто элементтер туралы бір айтып кете салайын. Мысалы, жаңа X, A, Z деген элемент бар да бізде физикада. 11-ші класста ядролық физика тақырыбында. Бұл жерде A деген нәрсе ол элементтің массасын білдіреді, нуклон санын білдіреді. Екі нәрсені білдіреді. Ал Z деген ол протон санын білдіреді, электрон санын білдіреді, еще реттік нөмірін білдіреді. Үш нәрсе білдіреді. То есть протон, электрон, еще реттік нөмір. Және де N деген нәрсе болады. Бұл жерде ол көрінбей тұр, ол бірақ нәрсе нейтрон деген нәрсені білдіреді. Нейтрон. Мысалға, изотоп деп жатқанымыз осы шамалардың яғни әртүрлі болып келуі. То есть элемент өзгермейді, бірақ оның құрамдары өзгереді. Мысалға айталық, бізде бөліп қойын. Изобаралық элемент үшін бұның асты өзгеру керек болады. Ал изотоп үшін оның үсті өзгеру керек болады. Мысалға қарайындар, мұқият мән бересің осы жерде. Өзгеретін сандары қандай сандары? Үсті асты деген сөз. Мысалға үсті өзгереді. Мысалы, сутек деген элемент бар. Шын мәнісінде сутек H1-1. Протон саны, электрон саны 1, ода массалық саны 1 саны. Осы H1-1 изотопын көрсетіңіздер десе, ол H1-2 болады. H1-3 болады. H1-4 кейінде кетуі мүмкін. Ал изобаралық процесс үшін, мысалға айталық бізде болсын, мысалға литий деген элемент болсын бізде. Литий 3-7 мысалға. Шын мәнісінде литий 3-7. Массалық саны 7, протон, электрон сандары 3. Литийдің изобарасын жазып бер десе, біз былай жазамыз. Литий, жетіге тиіспейміз, астын өзгертеміз. Ол 4 болуы мүмкін. Литий есептеген берілгеніне жаңағы шарт сұрағына байланысты өзгереді. Ол 2-де болып кетуі мүмкін. То есть, мына жерде мұқият мән беріп қарайтын болсақ, өзгеріп жатқан нәрселер. Изобарада асты өзгеріп отырады, асты әртүрлі болады. Ал изотопта үсті әртүрлі болады. Асты өзгермейді, үсті өзгереді. Изобарада асты өзгереді, үсті өзгермейді. Үст жаттап аласың болды. Түсінікті ма, Мади? Мәке? Аха, түсінікті, рахмет. Анау тестті көп келіп жүр ғой, сұрақ. Көп келеді, баяғыдан көп келеді. Мен бағаны нұсқатылар өтіп қойды. Өрде өзі мысалдарын береді. Мысалы, именно бір 3-4 мысал рядом беріп қойды, теорияның анықтасасын. Мына элементін жазып бер деген сияқты келмейді, просто мысалдарын үшін табасың. Бірақ именно изотоптан аттарын білген дұрыс болады өзінің. Мысалы, H1-1 деп тұр, бұл сутек бізде. Ал H1-2 деген бұл дейтерий, ең ауыр элементтер. 1-3 деген бұл тритий. Микрофондарды микрофон. Дариян кейкен. Именно сутекте ғана атаулары бар, басқа ешқайсының атауы жоқ. Именно сутектің атауларын тоже дополнительно жаттап алсам болады. 1-1 сутек, 1-2 дейтерий, 1-3 тритий деп айтылады. То есть бұның именно сутектің изотоптарының атаулары бар да. Мысалға, уран бар. Уранның көбінесе есепте уранның элементтерін көп қолданады. Уран деген ең ауыр элемент. Мысалы, уран жаңа 235-92. 235 немесе 238 деп келеді көп жағдайда. Осы есептерде мысалы 92-де 235 деп бере салады мысалы. 235. Уран 92-де жаңағы 237 деп келеді. Көрдің бе, бұл жерде асты өзгеріп жатқан жоқ. Тек үсті өзгеріп жатыр. Значит, бұл үшеуі де не ол? Үшеуі де изотоптар. Бұны физика әдейі енгізіп қойған, чтобы есептегенде не істегенде. Химиялық элементтің мәнін өзгерту шарт емес. Сол элементті қолданып есеп шығара берсе де болады деген ойда.
Потом тағы бір сұрақ береді. Мен графиктерді артынан түсіндіремін қазір. Осындай сұрақтар болса қойып алсаңдар, бәрі кірсін, графиктер сөзді түсіндіремін. Қандай сұрақтағы маған? Анау, короче, энергетикалық деңгей диаграммасын пайдаланып, сутегі атом энергиясы максималды сәуле жұтуға және энергиясы минимал сәуле шығаруына сәйкес келетін өтулер деген. Қай кезде шығады, қай кезде жұтады дейсің ғой. Дұрыс, былай сұрақ, бұған былай жауап береміз. Негізін нәрсені білесің ол ма дейсің, что x a да z деген бұл жерде a-сы мынау, z-і мынау, n-і мынау екенін білетін бе едің? Бұны білесің ғой да? Любой бір элемент беріп, бұның нуклон саны қанша десе, айта аласың, что үсті екенін. Қанша электрон бар десе, оның асты екенін, оны білесің. Олай болса, бағана энергетикалық шығу деңгейлері деген нәрсе бар. Ол Нильс Бор деген ғалым бар. Нильс Бор деген ғалым. Дат ғалымы, Дания. Бұл ғалымның өзінің ашқан заңдылығы бар. Именно осы атомдық ядролық физикаға байланысты өзі бір заңдылықтар енгізеді. Заңдылықтар дегенде бұл жерде постулат деп айтамыз. Бордың бірінші постулаты, Бордың екінші постулаты деген бар. Постулат деген заңдылықтар деген сөз ғой. Бірінші постулат. Бор деген түсінбейшен осы. Мадияна суретін алып тас. Бор деген ғалымнан таққан. Жарайды. Осы борды ашқан, осы бор ма дейді, жоқ, бор деген олай үшін. Бор деген қазақша сөз ол. Бұл ашпаған борды. Бор деген элемент. Так, қараңдар. Элементті де ашпаған. Мынандай нәрсе бар бізде. Бірінші постулаты бар, екінші постулаты бар. Бірінші постулаты, бордың бірінші постулаты. Не деп айтады? Бордың бірінші постулаты былай деп айтады. Белгілі бір атом стационар күйде бола алады. Стационар күйде бола алады дейді атом. Стационар бола алады. Стационар күйдегі атом сәуле шығармайды дейді. Не жұтпайды? Стационар күй деген, стационар деген сөздің мағынасы өзгермейтін деген сөз. Уақыт өтуімен өзгермейтін ортаны, стационарда өзгермейтін нәрсені стационар деп айтамыз да. Біз белгілі заттар болады, өзгермейді. Қанша уақыт тұрса да. То есть атом сондай бір қасиетке ие дейді. Егер стационар орбитада жатса, стационарный бір сондай бір кардонда или сондай бір стеклоның ішінде жатса еді, ол жерде атом сәуле шығармайды, не жұтпайды да. Стационар деген өзгермейтін ортасы бар. То есть мысалға атом деген нәрсе ол кескен бір бөлшекте болатын нәрсе. Мысалы гүлде болсын, стационарный орбитасы бар, мысалы гүлді мысалы салып қойсаң, сондай стационар ортаға салып қойсаң, гүл өлмейді деп айтады. Мысалы су қорында қажет жоқ, ол өзгермейді, сол күйінде сақтайды. То же адам басына, например, адам басы салып қойсаң, ішіне адам басы әжімде түспеуі мүмкін, шашы ағармауы да мүмкін, то есть ешнәрсе өзгеруі мүмкін. Өйткені ол стационар орбитада жатыр деп айтады. Ленин ғой, осындай жерде жатыр деп айтатын еді. Естігенсіздер ма? Қалай ағай? Ленинді қайтыс болған кезде резко сразу осындай стационарный неге жатқызған, полный денесімен бірге. Ресейде бір ешкім көрсетпейді, бірақ бір ретте ғана, рет алдын алған суреті хит болып кеткен, шығып. Кейін айтады, стационарный сондай, оған сондай стационарный ауасы бар, стационарный не жасап, қолдан жасап, сондай ішіне салып қойған. То есть Ленин түрі до конца өмір бар қалсын деген ниеттен шек болып кетпейді да. Ал енді екінші постулаты, Бордың екінші постулаты бүйтіп айтады. Стационар бола алады атом, стационар күйдегі атом сәуле шығармайды, не жұтпайды. Бұл бірінші постулаты. Екінші постулаты ол бүйтіп айтады. Атом бізде сәуле шығарады. Сәуле
шығарады. Сәуле шығарады. Сәуле шығарады. И жұтады. И жұтады. Сәуле шығарады, и жұтады. Қай кезде? Егер де ол энергетикалық деңгейін өзгертсе деп айтады. То есть энергияның бір деңгейінен екінші бір деңгейіне өтсе ғана. Ағай, даусыңыз естілмей қалды. Енді естіліп тұр ма? Аха. Қараңыздар, стационар күйде болса, ол атом сәуле шығармайды да, жұтпайды. Ал екінші постулатын айтады, сәуле, ол атом сәуле шығарады немесе жұтады, если ол жерде энергетикалық алмасу болса, то есть стационар орбитада энергия алмаспайды. Энергия өзгеріс болмайды, энергия өзгеріс болады, ол стационар орбитадан шықса ғана. То есть мынандай бір графиксіз көрсетеді ол жерде. Тестте келетін есептердің бәрі осыны графикке байланысты болып келеді. И ол графикті салынған орындарын біліп алса, оларда ешқандай формулада, ешқандай неде жоқ. Бұл мынандай график болады, мынандай бір сызба. Бір шкала энергетика, мына екінші шкала болсын, мына бізде үшінші шкала болсын. Мына бізде төртінші шкала, 5 шкала беріп қойып, наверное. Мына энергиялардың шкаласының ретте. Мына бізде Е1 энергия бар, наверное. Мына жерде Е2 энергиясы бар. Мына жерде Е3 энергия бар. Мына жерде Е4, Е5. Соответственно, көбейе береді мына жерде. Е1-ден Е2 көп, Е2-ден Е3 көп, Е3-ден Е4, Е4-ден Е5 көп. То есть ең көп энергиясы бар сәуле ол Е5. Сандар ретімен тұрған сияқты. 5, 10, 15, 20, 25, 30 деген сияқты. Енді бұл жерде стационар орбита деп, міне бір ғана энергиялық күйде тұрса, мысалы атом, мына жерде тұрса атом. Бұл жерде ол стационар күйде тұр. То есть энергия ауысып жатқан жоқ. Тек қана Е3 деген энергиясы бар, сол стационар ішінде болды. Сол энергияда тұру. Бұл осы энергетика алмасу болған кезде ғана сәулені жұтады немесе шығарады дейді. То есть либо осы жерде тұрған атом жоғары қарай кетуі мүмкін, немесе тура осы жерде тұрған атом төменге қарай кетуі мүмкін. Өзі екі шкала болады. Либо жоғары, либо мына жерден тұрып жоғары кетуі де мүмкін, то же самое. Либо мына жерде тұрып төмен қарай кетуі де мүмкін. Мінекей. Бұл жерде, если стрелканың бағыты біз жоғары қаратамыз қай кезде, егер де атом сәулені жұтса. Ағай, ол оңай қылмыс қал, мұрынды шеке тартсаң жұтады, стрелка төмен қаратып шығарсаң шығару дейді ғой. Иә. Төмен қараса шығарады. Мына төмен қарап тұрғандарын бір шығару. Бүйтіп жаттап алып, енді жоғары кетіп жатыр ғой. Жоғары деген жыдан басталып, жоғары жұтады деген сияқты. Жоғары жұтады. Төмен шығарады, тышы енді, кемейді екен. Жоғары кетіп жатса жұтады. Жұту деген сөз. Ай, жана дұрыс болады негізі, мұрыншы. Мұрын ба? Иә. Мұрын деген жақсы мысал екен. Демалсаң шығарасың жұтсаң. Мысалы, мынандай есептер келеді, байқайсыздар ма? Насындар қасқет болады ғой. 0,54-тен 0,84-ке дейін өтті деп қояды да, энергиясы. 0,54-тен 0,84-ке дейін өтті. Осы жерде сәулені жұта ма, шығара ма дейді. Енді 0,54-тен 0,84-ке дейін ол не істеп жатыр? Көтеріліп жатыр ғой. Шығарады. Бұл жерде ясыға жұтады. Жұтады ғой. Жұтады. Неге ай? Көтеріліп тұр ғой. 0,54-те, мысалға 0,54 мына жерде тұрса, 0,84 явно где-то мына жерлерде тұр, дұрыс па? Міне, бұл жұтады. Өйткені аз энергиядан көп энергияға өтіп жатыр да. Енді қараңдар, мынандай сұрақ келіп жатыр енді. Енді еще жұтады, еще қанша энергия жұтады екен, явно 0,3 энергия жұтып тұрған көрініп тұр, азайтындысы ғой екен. Разницасы жұтады. И мынандай сұрақ келеді, Мади қара. Минус 0,54-тен дейді. Минус 0,84-ке өтті дейді. Осы жерде энергия жұта ма, шығара ма дейді? Жұтады. Шығарады. 0,4 деген көп қой берді көрінеді. Уже ана минус 0,4 где-то на жерлерде тұру мүмкін. Ол минус 0,4. Ал минус 0,84 уже мына жақта. Уже былайынан кетіп жатыр. Уже берді шығарады деп айтамыз. Енді төмен кетіп жатыр. Қанша десе, явно 0,3 тоже самое. Енді өрді таңғы 0,3 деп айта бересің. Бұл жұтылу шығару деген нәрсе тұр. Мынандай да сұрақтар келуі мүмкін. Максималды жұтылуды сұрау мүмкін. Ол әрине ең ұзын таңдай саласың. Максималды деп айтсам, максималды жұтылғанын сұраса, ең андай ұзын.
максималды шығаруын сұраса, ең ұзын табасы тоже самое. Максимал дегенде енді ең ұзыны деген сөз. Наралар енді бізге есеп түрінде келетін варианттары, ал бағана максималды жұту, максимал шығару жөнінде самосой сұрауы мүмкін, ол енді теориялық. Түсінікті, рахмет. Оқасы жоқ. Сұраған екі тақырыбым. Сізден бір WhatsApp-қа қызық есептер қашан жібердің? Жібердім бір тілі. Соны қарай салайық сосын. Все, қазір қараймыз. Қазір ғана. Так. Все. Кімде-кім мыналардан шатасатын болса, онда шатаспасын. Ағай, бұрын екі-ақ басылуаты бар шығар, е? Иә, екі-ақ басылуаты бар. Бірінші басылуаты, екінші басылуаты. Так. Ендігі мәселе. Так, ендігі мәселе бағана мен түсіндіріп кетейін. Содан кейін барып, қазір есептерді, рахатын есептерін қарап беремін. Бағана айтып жатыр ғой, именно процестерге келген кезде, жаңа шатасам деп жатыр да. Процестерге келген кезде шатасу деген нәрсе, ол именно графигіне байланысты шатасу болады. Ол жерде жалпы қасиеттерді білу қажет, и плюс графиктерді особенно рөл ойнайды. То есть бізде P көбейтілген V бөлінген T деген үш қасиет бар да. Үшеуінің тұрақтылығын ашқан ғалым Клапейрон деп айтылады. Клапейрон. То есть үш макро дененің негізгі қасиеттерін түсіндірген ол Клапейрон. То есть үшеуінің қатынасы бізге сегіз константаны береді. Микрофондардың бәрін өшіріп тастаңдаршы. Мадия, особенно сен өшірші. Мысалы, мынандай жағдайлар болады бізде. Например, константа деген орнына есептерде бірді қойып шығару қылсаң, вообще удобно болады. PV бөлінген Т тең 1 деген сияқты. Мысалға есепте айтады ғой. Қысымы, например, 2 есе артты. Көлемі осы кезде 3 есе кеміді деп қояды. V бөлінген 3 деп қояды. Нефтен наоборот 3-нан 2 деп қойық. То есть қысымы 3 есе артты, көлемі осы кезде 2 есе кеміді. Температурасын өзгерісін табыңыз деп айтады, например. И сен жаңа PV бөлінген Т деген Т-ны яққа өткізіп жібере саласың сразу сөзде. Т тең, бұл форма емес қой, бұл просто қасиет, артық кемітке байланысты негізгі ерекшеліктер. Сол кезде біз дейсің, қысымның орнына жаңа 3P-ны қоясың, и көлемге V бөлінген 2-ні қойып жібересің. 3 пен 2-ның қатынасы 1,5 береді, 1,5 PV. 1,5 жәнінде тұрғандықтан уже 1,5 есе бұл артады деген сөз. Именно осы үшеуінің араласып келген жағдайында осы қасиетті қолданып кете беруге болады. Енді тура осы үш қасиетті қолдана отырып, біз мынандай да жағдайды алсақ болады. Процестерінде бөлсек болады. Ең қызық процесс ішіндегі ол изотермалық процесс болып саналады. Изотерма, ең көп келетін де осы. Изотерма. Изотермалық процесс. То есть осы тұрған үш элементтің P, V, T деген үш әріптің белгілі бір біреуі тұрақты болады. Өзгеріссіз қалады. Изотермияда ол Т өзгеріссіз қалады. Біз айтамыз, бұл жерде изотермияда Т тең константа деп айтамыз. То есть температура өзгермейді. Өзгеретіндері ол P мен V деп айтамыз. P мен V өзгереді. Бұл екеуіне сәйкес ол мынандай форма құруға болады бізде. P мен V-ның көбейтіндісі сонда константа болады. Екеуі де өзгерсе, көбейтіндісі константа. Соған сәйкес P1, V1 тең болады бізде P2, V2 деген сөз. P1, V1, P2, V2. Енді изотермалық процесс кезінде температура өзгермейді. Т тең константа болады. Температура өзгеріс байқалмайды. Бұл жағдайда дәл осы процесті түсіндірген ғалым Бойл-Мариот деп айтылады. Бойл-Мариот.
Бұны жаттауға да ыңғайлы, изотерма дегенде т-сы бар, мына жақта то же самое т константа, еще мына жақта соңында 2 т-сы бар. То есть ғалымдар жаттап алған ыңғайлы болады. Тестта Бойл-Мариот деп келіп қалса, изотерма емес, Бойл-Мариот заңы деп келіп қалса, чтобы шатасып қалмайтын болады. Енді бұған келетін графиктің ең главныйын қарастырайын мен, ең біріншісін. Ол бізде мынандай графиктер қараңыздар. Например, енді бізде бұл айтып отырық қой, өзгеретін шамалар олар п менен не өзгереді деп жатырмыз? Қысым менен көлем өзгереді деп жатырмыз. П мен В өзгерсін. П былай қарай өзгерсін, В былай қарай өзгерсін. Дәл осы жағдайда изотермиялық процестің графигін сызған кезде уже былайынан сызған абзалырақ болады. Қасиетін қатынасын былайынан. Екінші шкаласы, үшінші шкаласы. Т1 болады бізде, Т2 болады бізде, Т3 болады осы кезде. Міне, изотермиялық процестің графигі уже осылай болады. То есть мынандай графиктер таңдауға болмайды, бұл жерде мысалы былай тұрады, былай тұрады, П тұрса, мысалы В тұрса, былай тұрса, бұл изотерма емес, былай тұрса изотерма емес. Ол міндетті түрде былайынан тұру керек. Немесе былайынан да тұрса болады. Ол изотермияда бұл вариант көп келмейді. Мына температура асуға қатысы жоқ болады. Асуға температура көбінесе мына вариантта келеді. Сосын сұрақ келуі мүмкін. Мынау бірінші, екінші, үшінші температуралардың қайсында, екеуіне бірдей деген сияқты ма ағай бұл жерде? Екеуіне де ортақ деген сөз. Осы жерде мынандай сұрақ келеді. Қайсының изотермасы көп деген сұрақ келеді. Қайсының температурасы көп деген сұрақ келеді. Біз таңдаймыз ол Т3. Ең жоғарыда тұрғанында температура көп болады. Т3 үлкен Т2 үлкен Т1 деген сөз. Ең жоғары тұрғанында температура көбірек болады. Одан кейін бар тесттік сұрақтар үшін табуға болатын мынандай да варианттарын ұсынуға болады. Енді қысым мен көлемге байланысты, қысым мен көлем емес, например, бізде қысым мен температуралық ПТ графигі, ПТ тәуелділік графигі берілсе, онда осыған сәйкес изотермияны тап десе, уже Т-дан шығарамыз. Өйткені бізде не тұрақты болу керек, Т константа болу керек. То есть Т өзгермеу керек қой. Ал мына жерде Т өзгеріп жатқан жоқ. Мысалы, Т 50 кельвин болса, ол сол 50-де тұр, өзгеріп жатқан жоқ. Тура солай, бізде Т деген шетте де болып қалуы мүмкін, сол жақта болып қалуы мүмкін. П емес, В тұрады бұл жерде скорее. Онда уже мынаның мына жердегі изотермияны тап десе, не істейміз? Уже біз Т-дан шығарамыз. Тұрақты болу керек, мысалы жаңағы 100 кельвин болса, например, бізде температура. Онда сол 100 кельвинде тұру керек, өзгеріп жатқан жоқ, 100 кельвинде тұр әлі де. Температура өзгермесе, онда ол жағдайдағы біздегі изотерма процесс изотермиялық болады деген сөз. Сәйкесінше көтерілген сайын изотермия көп болады. Бұл жағдайда ондай графиктер келмейді. Енді қарайық. Бізде осы именно изотерма процесске байланысты негізгі графиктердің сызбасы, мінекей осына біріншісі, ең маңыздысы. Сосын екіншісі, сосын үшіншісі. Сосын да стрелкасымен беруі мүмкін. Егер температурадан шықса, ары қарай шықса, бұл ұлғаю деп айтылады. То есть плюс температура. Егер ол график керінше кіріп тұрған болса, ішке қарай, мынандай стрелка болса, онда ол азаю деп айтылады. Азаю, кему. Ұлғаю және де кему. То же самое бұл да уже второстепенный сұрақтар. Енді қарайық. Бұл изотермиялық процестің негізгі қасиеттері. Дәл осындай формада келуі мүмкін. Изотермия келетін барлық сұрақтар тура осындай форматтарда болады. ПВ тең константа, П1 В1 тең П2 В2. Бұл есептері изотермия келетін. Өзі айтады, изотермия процесс кезінде дейді, уже температура берілмейді, тек қана П1 беріледі, В1 беріледі, П2 беріледі, и В2-ні тап деп келіп қалуы мүмкін, например, уже В2-ні шектей береміз біз. Ендігі мәселе сразу екінші айтып кете берейін мына екінші жағдай. Екінші жағдай. Изотермадан кейін біз тоқталатын екінші жағдай ол бізде болсын. Изобара болсын. Изобаралық процесс. Изобаралық процесс. Изобаралық процесс кезінде тұрақты болатын шама. Изобарада біздің жаңағы ПВ бөлінген Т деген клапейронның тәуелділік теңдеуінен біз уже нені константа аламыз, уже П-ны константа аламыз. П жоқ секілді уже қарайсыңдар да, бізде В мен Т ғана алады. Яғни изобарада бізде П тең константа болады деген сөз. Уже қысым өзгермеу керек болады. Қысым өзгермейтін орта ол изобара орта. И осы орта көп бізде. Өйткені қысым асуы өзгере бермейді. П тең константа.
P тең константа жағдайында уже бізде жаңағы тәуелділік уже қысым өзгермесе, значит көлем мен температура өзгереді деген сөз. Өзгеретін шамалар деп тұраса, бұдан басқа элементтің бәрін айтамыз, өзгереді. Ал бұл екеуінің тәуелділік теңдеуі уже бізде былай болады. В бөлінген Т тең константа болады. Соған сәйкес формуласы V1 бөлінген Т1 тең болады V2 бөлінген Т2. Уже бұл жерде көбейтіп емес, бұл жерде уже қатынаспен, бөлшекпен аламыз. V1 бөлі Т1, V2 бөлі Т2 деген сөз. Дәл бұл заңдылықты ашқан ғалым біздегі Гей-Люссак деп айтылады. Гей-Люссак заңдылығы. Енді қарайық. Изобаралық процесс кезінде бізде P тең константа болады. Самый главный нәрсе ол не? Ол біздегі ненің тұрақты болатынын білгеніміз абзал болады. Изобарада көлем беді или температура меді деген сұрақтар болса, уже ол жерде проблема бар деген сөз. Енді изобаралық процесс үшін біз негізгі графигін қарастырайық. Изобаралық процестің графигі. Енді V мен Т өзгереді деп жатыр, екеуінің тәуелділік теңдеуін алайық. Яғни яқта V болсын, бізден яқта Т болсын. Осыған сәйкес бізден изобаралық процестің графигін сұрайтын болса, біздің істейміз, біз мені ортасынан шығарамыз. Біреу шығуы мүмкін. Көбінесе аяқ бейді. Үзік-үзік болып келеді баяғысындар. Үзік-үзік деген ол сондай бір деңгейден басталып тұр деген оңдырады. Ол есепте әрине рөл ойнамайды ол үзік. Мысалға бізде рөл ойнайтын нәрсе не? Рөл ойнайтын нәрсе осы тұрған қанша 3 сызық болсын, 4 сызық болсын, 2 сызық болсын, солардың тұрған орындары рөл ойнайды бізде. Енді бұл процесс бізде изобара деп айтылады. Соған сәйкес біз айтамыз, мына жер P1 деп айтамыз, мына жер P2 деп айтамыз. Изобаралық процесс. Қысымның сәйкестік графигі. Дәл осы сұрақтан бізден P1 үлкен ба, P2 үлкен ба деген сұрақ туындайтын болса, біз ол қатынасты былай деп аламыз. Жалпы бізде мынандай ұғым бар. Қысым деген ұғым мен көлем деген ұғым салыстырайық бірінші. P-V. Бізде V деген нәрсе көбейген сайын, көлем артқан сайын бізде қысым азаяды. Ал көлем азайған сайын бізде қысым артады. То есть пішін кішірейген сайын ол жерде қысым көбейе береді. Өйткені қысылады ғой адам. Далаға қарағанда үйде қысыласын. Үйде қысылып кетіп далаға шаш деп айтады. Өйткені қысым. Бұл нәрсе не ол? Мынандай нәрсе қарайық. Өйткені қысып жүреді, қысым көп үйде. Далада қысым аз, үй қыспайды соответственно. Енді мынандай ұғым қарайық. Уже мысалы коробка, үйдің ішінде коробка болса, уже коробкада вообще қысым көп деген сөз дұрыс па? Яғни көлем артқан сайын ол жерде қысым азаяды. Ал енді қарайық. Енді бізде бағана қатынас бар еді. PV тең Т деген қатынас бар еді, мына жерде тұр. PV тең Т. То есть температура қысымға да, көлемге де тура пропорционал ұғым. Температура артса, қысым да көлем де артады. Сәйкесінше қарайық енді. Енді соответственно бізде не ұғым шықты мына жерде? Бізден шығып отқан заңдылық мынандай. Что P мен V бір-біріне кері пропорционал деген заңдылық шықты бізде. Кері пропорционал. Значит, көлемге жақын тұрғаны, ал бізде ол қайсысы? Ол бізде P1. Көлемге жақын тұрғаны, ол не болу керек? Аз болу керек, соответственно. Өйткені көлемге жақын тұр ол, өзіне кері пропорционал нәрсеге жақын тұр. Значит, ол аз деген сөз. Алыс тұрған P2-де уже қысым көп деген сөз. Значит, мына қасиет бізде былай болады. P2 үлкен P1 деп айтылады. Соответственно, P2 бізде Т-ға да жақын тұр, көрдік па? То есть температура артқан сайын бізде қысым арта түседі деген сөз. Температураға жақын тұрғанда қысым соответственно бізде көп болады екен. Енді қарайық. Сәйкесінше ұғымдар бізде мынандай да графиктер келуі мүмкін, қарапайым графиктері. Бізге мына көлемді беріп, мына қысымды беруі мүмкін. Міне. То есть уже қысым деген П деген әріп біз уже көріп тұрып берді, дұрыс па? То есть біз мына бірінші графикте П-ны көрмейміз ғой, өйткені П мына тұрады, жасан тұрады да. Ал П мына көрініп тұрады. Көрінбей тұрғаны Т бұл жерде. Значит, осы графиктен бізге қысымның графигін изобараны сұраса, изобаралық процесс сұраса, біз білуіміз керек, что жерде П тең константа, и сәйкесінше ол неден шығу керек, ол бізде П-дан шығу керек. Бұл изобараның графигі болады. Егер сен дәл осы графиктен алып, например, ортасынан шыққан белгілеп қоятын болсаң, уже бұл қай процесс, бұл неден шығып тұр, бұл уже Т-дан шығып тұр. Ал Т-дан шыққан процесстің бәрін біз не деп айтамыз? Изотерма деп атайтын едік. Поэтому уже бұның белгілеу қате болады бізден. То есть бізде әріп П-дан шығу керек. Заңды түрде П-дан шығу керек болады. Ағай. Аха. Запись болып отыр ма?
Менде аты шығарып жіберіп отыр, интернет мынаяқта жаман слабый болып тұр. Все, қазір жіберемін мен группаға ссылкасын. Запись болып отыр ғой? Конечно, конечно. Аха. Уайымдамай отыра бер. Қарайық енді. Енді бізде П мына жақта берілсін, Т астында берілсін. П мен Т-ның тәуелдік теңдеуі деп айтамыз бұны. Бұл тәуелдік теңдеуден біз не анықтай аламыз? Бұл тәуелдіктен біз айта аламыз, что именно қысымның графигі ол бізде не болу керек? То есть изобараның графигі ол бізде П-дан шығып жатыр. Былай тұрған сызықты таңдаймыз, П-дан шығып жатыр. Мынау да П-дан шығып жатыр бізде, и мынау да соответственно П-дан шығып жатыр. И мыналар да сәйкесінше П-дан шығып жатыр. П-дан шыққан графиктің бәрі ол кімге тәуелді, кімге лайық, ол изобараға лайықты деген сөз екен. Бұл бізде изобаралық процесс. Изобаралық процесте самый главный нәрсе П-ның константа болатынын жатқа білуіміз керек, жатқа білгеніміз абзал болады. Келесі изобарадан кейін бізде соңғы элемент қана қалды, соңғы үшінші элемент. Біз оны айтамыз, уже қалғаны бізде изохора, изобара, изотерма, изохора. Изохоралық процесс. Адиабатаға бар емес бағай? Адиабатаға графиктер сызбаймыз, адиабатаға. Изохоралық процесс. Ол термодинамиканың бірінші заңында керек болады бізге, ал именно заңда ол бізге қажеті жоқ. Қараңдар, изохоралық процесс. Изохоралық процесс кезінде біздегі негізгі рөл ойнайтын заңдылықтар нелерінде, осыған берейік. Қарайық, изохора. Енді бізде жойылмай қалып кеткен бір ғана элемент қалды. То есть біз Т-ны да жойдық, уже жойылмаған бізде В ғана қалды. То есть көлем. Изохоралық процесс кезде тұрақты болатын шамалы көлем. В тең константа. Көлем өзгермесе, но бірақ ол жерде температура мен қысым өзгерсе, уже ол бізде изохоралық процесс деген сөз екен. В тең константа. Изохоралық процесс В тең константа, значит өзгеретін шамалар олар П мен бізде Т деген сөз. П мен Т өзгереді. Ал П мен Т өзгерсе, бұлардың сәйкесінше біздегі заңдылығы ол бізде П бөлінген Т қатынасы. П көбейтілген Т деп қойса, олар біріне кері пропорционал болып қалады, поэтому бір-бірінің қатынасы болу керек. Что бұлар бір-біріне тура пропорционал болу үшін. П бөлінген Т константа, соған сәйкес бізде форма былай болады. П1 бөлінген Т1 тең болады П2 бөлінген Т2. Есепте 2 қысым беріліп, тағы бір температура беріліп, тағы бір температураны тап деген кезде тура осы формула арқылы табады екенбіз. Бұл біздегі изохоралық процестің формуласы біз үшін. Изохоралық процесті ашқан ғалым енді ең қысқа аты осы да Шарль. Шарль заңы деп айтылады. Шарль заңы. Енді қарайық. Шарль заңына сәйкес біздегі негізгі графиктерін сызбасын сызайық. Ең главныйынан бастайық, сәйкесінше біздегі. Ең басты график, ең басты сызба бізде былай болсын. Бізде П мен Т-ның тәуелдік графигі болу керек, то есть қысымның температураға тәуелдік графигі. Сәйкесінше екі сызық жібереміз. Үшеу жіберге де болады, екеуін түсінген адам, үшіншісін ясное дело түсінетіндігі тұр. Бізде былай и былай берілсін. Бұл бізде В-дан шығып тұрғандығы анық, енді В жазылмайды бізде, тура бір деген цифра сияқты. В жазылмайды, сәйкесінше бұл жер изохоралық процесс екенін біз біле береміз. Көрініп тұрғандай бізде, мына жерде бізде В1 деген көлем болады, мына жерде В2 деген көлем болады. Егер де бізден сұрайтын болса, В1-дің көлемі көп па, немесе В2-дің көлемі көп па деп сұрақ қоятын болса, В2 көп па, В1 көп па деген сұрақ қоятын болса, біз не істейміз? Біз мына заңдылыққа қайтадан ораламыз, мінекей. П мен В бізде кері пропорционал. П мен В кері пропорционал. То есть қысым артқан сайын бізде көлем азаяды. Значит, В1 уже аз деген сөз, өйткені ол П-ға жақын тұр. Ал температура артқан сайын бізде көлем тоже артады деген сөз. Сәйкесінше Т-ға жақын тұрғаны В2. Значит, біз не істейміз уже В2 көп В1-ге қарағанда деген қасиетті қолдансақ болады екен. Майда-шүйде графиктерінде көрсетейік. Олар келеді бізде, әсіресе көп жауаптықта келеді, көп 8 график беріп қойды, 8 графиктің ішінен 3 графигін таңдап аласың, который именно изохораға, немесе изобараға, немесе изотермияға қатыстылар. Кеттік, бізде болсын бірінші, маяқта П тұр екен, П менен В графигі. То есть бізде уже В көрініп тұр ғой, сәйкесінше біздегі процесс уже дәл осы жердегі негізгі қасиет бойынша шығу керек, уже неден В-дан шығу керек болатын.
В-дан шықса, уже ол не изохоралық ұлғаю жоғары тұрса, изохора саны бар. Егер тура осы стрелка төмен қарап тұрғанда, уже біз айтатын едік, ол изохоралық кему, азаю. Енді алып қарайық. Енді соңғы қасиет болсын бізде. Ол бізде болады, мына жақта уже көлем болады, мына жақта уже бізде температура болады. Көлемнің температураға тәуелді графигі. Дәл осы графиктен бізге изохораны тап есе, не істейміз? Уже В-дан шығып жатқанын анықтаймыз, көріп қой. В-дан шықса, бұл изохора. То есть В-дан шығып тұр, изохора. В-дан шығып тұр, изохора. И мына жақта да бізде В-дан шығып тұр, значит, то же самый изохора деген сөз екен. То есть мына қасиеттерді білгеніміз абзал, иә. Жалпы осында үш негізгі график бар. Изотерма, изобара, изохора. Негізгі қасиеттері осылар екен. Сәйкесінше формаларын жаттап аламыз. Формасын жаттап алудың да қажеті жоқ, самый әріптерін жаттап білуіміз керек. Изохора дегенде ортасында Х тұр бізде. Как бы басы былай В-ға ұқсайды, то же самое бұл изохора екен білуге болады. Дәл осындай амалдармен жаттауға болады екен. Все, түсінікті ма графиктер? Түсінікті. Түсінікті. Жаңа бізден кім сұраған еді бұны? Жақсы тақырып болды. Рахат сұрайды. Мен негізі координатасын ғана сұрағам ғой. Сен айтып жатса. Так, саламат отыр ма? Саламат. Отыр екен. Саламаттың артында жүрек сияқты көрінеді маған. Ағай. Ағай. Әлмир. Осыны термодинамиканың бірінші санында ше, несі қателесенде мысалы береді, термодинамиканың заңының бірінші санына сәйкес дейді, и екеуін береді, ішкі энергиямен жұмысты береді. Сол кезде қосам ба, азайтам ба, бұл жақта екеуі де бар ғой? Ағай, соны мен всегда что-то сырым бар ғой. Кәдімгі ол жерде математика ғой, брат. Математика ғой. Ішкі десе қосып, сыртқы десе азайтып. Солай емес пе де? Сол сияқты істеймін да, бірақ қате болып шығар. Азайтасың. Екі мәні тұрады, қосқанында мәні, азайтқан мәні, соны қайсы ол демеймін. Сосын изохора үшін мынанша заңы, изохора үшін жұмысы деп бір келеді, ол білесіз бе? Термодинамика соны түсіріп жіберіңізші. Как раз осы тарихқа қатысы бар. Как раз осы тарихқа қатысы бар. Так, мыналарды біз жазып алсақ. Қазір мен новый окошко ашып қойсам. Кеттік. Так, енді қарайық. Есептерді қарадым қазір. Енгізіледі қазір, окей? Сико. Альмир. Рахат жіберді, Альмир жеріне. Рахат жіберді. Қазір қараймыз оларды. Әдемі есептер жіберген екен. Қараңыздар, термодинамиканың бірінші заңы енді. Бұл заң бағанағы тура МКТ-ның клапейронның негізгі теңдеуіне ұқсайды қатты. Бұл жерде біз макро денелер, то есть үлкен аумақты қамти алатын үш шаманы айтсақ, қысым, көлем, температура. То есть үшеуі де үлкен процесті ала алады. Ал термодинамиканың бірінші заңы деп отқанымыз, то же самое үш шама, тура сол процесстер
Бірақ бұл жерде өзгеретін нәрсе элементтер өзгереді енді. Ол элементтер бізде жаңа айтып жатқанымыздай жылу мөлшері, және де ішкі энергия бар, және де бізде жұмыс деген нәрсе бар. Q тең дельта U плюс минус A деген заңдылықтар. Бұл заңдылық бойынша көп жағдайда мынау A деген нәрсе өзгеріп отырады. То есть арасы минус болатын жағдай бар, арасы плюс болатын жағдай бар. Есепте айтады, ішкі энергиясы жаңағы 500 джоуль, дененің атқарған жұмысы 200 джоуль. Жылу мөлшерін табыңыз дейді. 700-ді белгілесең дұрыс жауабы 300 болып шығады, 300-ді белгілесең дұрыс жауабы 700 болып шығады. И оны біз қаяқтан білеміз, что қай кезде 300, қай кезде 700. Первый очередь нәрсе ол мынау жұмыстың алдында тұрған таңба, либо плюс, либо минус. Оның минус болатын жағдайы бар. Егер де ол мынау берілген жұмыс, штрих деп қойық. Мынау берілген жұмыс бізде есептің алдында сыртқы күштерге атқарылған жұмыс десе, то есть сыртқа кеткен жұмыс десе, онда ол арасы минус болады. Мына есептің жауабы уже, егер ол сыртқа күштерге атқарылған жұмыс болса, онда мынаның жауабы 300 болады. Но если сыртқы деген сөз жоқ, вообще просто әшін айтса, жасалынған, атқарылған жұмыс 200 джоуль десе, уже ол плюс болады. Просто әшін айтады да, өзі плюс болады. Бірақ мынандай да ұғым бар, сыртқы деген сөз келді, и все болды, минус дегенде нәрсе жоқ. Мынандай да сөздер келеді, сыртқы күштерге қарсы атқарылған жұмыс дейді. Оқышы менде примерно ағай сыртқы деген сөз болды, все, минусты қоя бер дейді. И минус қоя салады, жоқ плюс болып жатыр қайтадан. И ол мынандай нәрсе ғой. Yani сөзіне мән беру керек те, сыртқы күштерге жасалынған жұмыс деп тұрған жоқ, сыртқы күштерге қарсы жасалынған жұмыс деп тұр да. Ошын мынау тіркес вообще жоқ сияқты болып тұр ғой, мынау тіркес ше. Сыртқы күштерге қарсы ішкі болады уже. Иә, уже ішкі болып кетті бұл. Ал ішкі деген мынаған сәйкес қой, ішкі энергияға сәйкес. Поэтому плюс болады. Соның бағытында болады да ол. Поэтому плюс болады ол. Ал мына жерде сыртқы деген сөзді оқиды бала и сразу минусты қойып жібереді да. Все, дельта U минус A азайтып тастайды. Жоқ. Бұл жерде былай айтып тұр. Сыртқы күштерге қарсы деген сөз тұр, ключевой сөз қарсы. Қайттан бұл плюске айналып кетті. Минус болып тұрып, плюске айналып кетті қайттан. Шатастырады сөйде. Көбінесе беретін сандары 20 мен 12-ні береді. Либо 8, либо 32 деген жағдай. То есть бұл сыртқы деген сыртқы күштерге жасалынған жұмыс болса, то ішкі энергия келе жатады, соған қарсы атқарса жұмыс уже минус болады. Ішкі энергия келе жатып, жұмыс соның бағытында болса, уже плюс болады. Бұл энергияны сақтау заңына да келетін заңдылық қой. То есть бізде мынандай нәрсе да, процесс мынандай. Адам дене жұмыс жасаған кезде, оның ішкі энергиясы артады, сәйкесінше оның бәрі жылу мөлшерін береді деген заңдылық қой бұл. То есть сен жұмыс жасайсың, мысалға, тренировка жасайсың, и сәйкесінше сен терлейсің. Ішің қызады, өзің қызасың, ішкі энергия артады. Сенде ғой, сенде. Сенде ғой, сенде деймін. Ағай, менде де қатып қалады. Дауысыңызды өшіп қалады. Если мы вместе. Так. Енді қараңыздар. То есть жаңағы процесс ол былай деп айтылады, ол процесс. Дененің жұмыс жасау арқылы адамның ішкі энергиясы артады, и сәйкесінше ол жылу мөлшерін береді. Қалай, тоқтадың ба, тоқтамадың ба? Жақсы ағай, қататқан жоқсыз. Нормально, да? Жақсы, нормально. Все. Енді қарайық, осы процесс ішкі энергия, то есть термодинамиканың бірінші заңы деп айтылады. Бұл процесс механизмдерге де орындалады, бұл процесс адам үшін де, кез келген механизм үшін орындалатын процесс бұл. Сондай бір ерекше процесс. Бірақ мынандай жағдай бар. Кейбір денелер бар, жұмыс жасамай ішкі энергиясы артатындар бар. Ал кейбір денелер бар, ішкі энергияны қажет етпей жылуды шығара беретін энергиялар бар. Ал мүлдем кейбір денелер бар, мүлдем жылуды шығармайды. Бірақ ішкі энергиясымен жұмысы бар деп айтады. Олар уже изопроцесстер. Қайтамен изопроцесстер дегенге тағы да келіп отыр. Олар уже изопроцесстер. Бұл жерде де изопроцесстерді біз үшке бөлеміз. Тура бағанағы Клапейронның заңдылығына өте қатты ұқсайды. И біз бұлай аламыз. Ең біріншіден бастайық, ең бірінші точно изотермадан бастайық біз. Изотерма.
изотерма. Мынау процестің өзі толыққанды изобара деп айтылады негізі. Изобара, натиңдеудің изобара. Изобарада еш нәрсе жойылмайды, толық процесс изобаралық процесс деп айтылады. Сосын изохора деген процесс бар. Мен жойылатындарын бөлем астына, жойылмайтынын изобара ғана жойылмайды, оның үстіне жазып қоя салдық. Сосын адиабата деген процесс бар бізде. Адиабата. Қарайық енді, изотерма бар, изохора бар, еще адиабаталық процесс бар. Бұл жерде адиабата қосылды, көрдік па? Адиабата бір жерде рөл ойнайды. Бағана клапионда ол рөл ойнамайды, именно осында рөл ойнайды. Енді қарайық. Изотермиялық процесс үшін орындалатын шарттар жазып енді. То есть тура бағанағы біз недегідей жойып отырамыз. Енді изотермияда біз дельта удан бастап жоямыз. Бұл бағана біздің бағанағы процесте т-ны жойған болатынбыз. Біз т-ны константаға бағамыз. Енді бұл жерде ішкі энергияны жоқ қыламыз. Көрдік қой, дельта у тең 0. Ішкі энергия жоқ болып кетсе, значит, мысалы, ішкі энергия нәрде жауып тұрсаң ба, ішкі энергия жоқ қып мысалға. Жоқ қылсаң, Q мен А-ның бір-біріне тең екенін байқауға болады. Q тең А. Көрдік, бұл жерден сыртқы деген нәрсе рөл ойнамайды, всегда плюс аламыз. Q тең А. То есть бұл қазір жазып жазылайын қазір. Изохора. Енді изохорада мынау дельта уды біз қайттан восстановить етеміз дағыны. Восстановление болады, но уже нені жоқ қыламыз? Уже А-ны жоқ қылып жүреміз нәрде. То есть А тең 0-ге бұл жерде. Бұл жерден константа деген сөз жоқ, 0-ге тең деген сөз бар. А тең 0-ге, значит Q тең дельта у деген сөз. Соответственно, адиабатада енді бізде жылу мөлшері жоқ болмайған жылу мөлшері ғана қалды. Q тең 0-ге болады, но жоқ болып кетеді бізде. Ішкі энергия, то есть дельта у деген нәрсе бізде болмайды бұл жерде. Ал енді дельта у деген нәрсе болмаса, уже біздегі заңдылық былай болады. То есть 0 тең дельта у қосылған А болды да, мына жерде. То есть мына екеуінің біреуіне жаққа минус болып өту керек болады. Сәйкесінше дельта у тең А-ны минус қойып жіберейік. То есть бұл жерде минус деген таңба пайда болды. А тең минус дельта у да болуы мүмкін, То есть қайсыны өткізесің, соған байланысты. Енді қарайық. Изохоралық процесске мән берейік. Қызығы болса. Изохоралық процесс кезінде дене жұмыс жасамайды. Бірақ ішкі энергиясы, өзінің ішкі энергиясы арқылы жылу бөле беретін процесс изохора. То есть жұмыс жасамайды изохорада. Жұмыс жасалмайтын процессы табыңыз деген сияқты ауызша келеді сұрақтар, уже изохора деп табуымыз қажет болады. Енді мынандай нәрсе қарайық. Изохоралық процесс кезінде жұмыс жасалмайды. Бұған мысал қандай нәрселер? Мысал алып қарайық, например, мысалы, үйде шай ішіп отырасың, үйде аккуратно. Мысалы, не болады? Өзінің қасығы болады араластыратын. Мысалы, біреу қант салады, біреу қант салмайды нерде. Қант салдым, араластырдым. И байқайсың, қасықты аласың, қасық не ысып кеткен де басы. Біреудің қолын күйдіресің. И қасық ысып кеткен. И бұл процесс қандай процесс деген сұрақ қояды. Бұл процесс изохора деп айтасың. Не үшін? Өйткені бұл жерде қасық жұмыс жасаған жоқ. То есть бұл қасық, мысалы, тер төгіп, бір жұмыс жасау арқылы қызған жоқ, ол просто алған жылу мөлшерінің есебінен ғана ішкі энергиясы пайда болды да болды. То есть осы процесс біз изохора. Ал енді қарайық, изотермия процесске мән берейік. Бұл жер наоборот таза еңбек енді бұл ше. Изохорандай қабілет болса, бұл қабілет қой чисто. Дененің жаңағы ыстығын несін пайдаланып қалды, шустрый да бұл сәл. Ал изотермия таза еңбек бұл. Мысалға не болады? Например, темір болады, мысалы темірді қыздырып жіберу үшін, мысалы темірді ұрасың, темірді ұрасың, темір қызады. Сен жұмыс жасау арқылы қыздырдың да оны. Или қолыңда үшін элементарно қолыңды мысалы жаурап кетесің, қолыңды үйкейсің. То есть сен жұмыс жасап отырсың, шаршап қаласың, істеп тұрсаң, біраз істеп тұрсаң шаршайсың. Қасық шаршамайды, дұрыс па? Или сен қасық ішіне салып қойсаң, сен шаршамайсың ғой. Жұмыс жоқ деген мағынаны білдіреді да ол. Ал уже бағана жерде сен уже жұмыс жасап жатсың конкретно. Жұмыс жасау арқылы сен жылуды туғызып жатсың. Енді қарайық, бұған есептер қалай келеді? Бұған келетін есептер ауызша болады. Бұған график сызбаймыз енді, бұл жерде график болады, бұл жерде тек қана осы шамалар болады. Осы үшеуіне келетін есептер қалай болады? Мысалға изохораға мысал келтірейік. Мысалы бүйтіп айтады. Дененің жасаған жылу мөлшері 200 джоуль дейді. Дененің жасаған жылу мөлшері 200 джоуль. Ішкі энергиясын табыңыз дейді. И оқушы дүңкіға түсіп кеткен да. Алдында 5 вариант тұр, А, Б, С, Д, Е деген сияқты 5 вариант тұр. Ағай қатып жатсыз ғой. Все. Ағай қатып жатсыз деймін. Байқадым. Димаш өзің қатып жатсың, Дима. Ағай, нормально. Димаши, сенің даусың не тұрып отыр? Сен помехаларды жөндеп қойдың қазір. Білмеймін. Так, ускорение. Қараңыздар енді.
изохоралық процесс кезінде, процессті обязательно айтады. Процессті айтпаса сен білмейсің қайсысы нөлге тең екенін. Процесс міндетті түрде айтылады. Изохоралық процесс кезінде дененің жылу мөлшері 200 джоуль. Ішкі энергиясы неге тең? Варианттар болады, жаңағы 200 деген вариант обязательно болады ішінде, 0 деген вариант тоже обязательно болады. Ішінде нефтиум 500 жүреді, и нефтиум 300 жүреді. Мүлдем қатысы жоқ бар, не үшін берген адамсың дейді. То есть сен берді ойланасың, либо 200, либо 0. Дұрыс па? Но сен уверен болу керексің, что изохорада жұмыс жасалынбайды. А тең 0-ге. Если мен жұмысты сұрағанда, мен 0-ді белгілейтін едім. Бірақ бұл жерде ішкі энергиясын сұрап тұр. Ал мен білемін, что Q 0-ге тең, значит Q, то есть А 0-ге тең, значит Q дельта О тең. Значит мен автомат бұл жерде жауап 200-ді белгілеймін. Ауызша сұрақ та? То есть жаттау болу керек та, не 0-ге тең екен. Жаттау оңай, бұл процесс, жаттау өте оңай. Комиссияға чек-листін жіберемін осыларды. Если кім ұмытып қалып жүргендер болса, либо телефон обойына қойын, либо кім үйінде принтер бар, принтерден шығарып, холодильникке жабыстырып қойсын. Удобный варианты бар, ешқандай. Ішінде біраз функциялармен. Ағай, бұны ше, мен негізінде жаттағанда былай жаттап алған едім. Изотерма мен изохораны ше. Изохора дегенде, мынау қысым, көлем не ғой? Константа ғой изохорада. Иә. Ал көлем жұмыстың формасына бар ғой, А тең ПВ дегенде. ПВ дегенде В көлем осыда бар, и осы А 0-ға болады. Изотермада ішкі энергияда Т бар, сол константа деп. Иә. Сол 0-ге тең болады. Жақсы вариант еді. Енді мысалы қараңдар, изотермиялық процесс кезінде дененің жасаған жұмысы А тең 800 джоуль дейді. Дененің жасаған жұмысы 800 джоуль. Сұрақ, ішкі энергиясы неге тең дейді? Дельта О неге тең? Уже неге тең? Бұл дельта О тең 0-ге деп айтамыз. Что ол ішкі энергияда ол дельта О 0-ге тең. 800 деген вариант болады, бірақ оны белгілеуге болмайды. Өйткені ол 800 деген вариант дұрыс болады, қай кезде егер жылу мөлшерін сұраса. Бірақ бізден бұл ішкі энергияны сұрап тұр, сәйкесінше ішкі энергия тең 0-ге деп айтады екен. Адиабатада вариант минуспен шығады. Дененің жасаған, дененің ішкі энергиясы 60 джоуль десе, дененің ішкі энергиясы 60 джоуль десе, дененің жасаған жұмысы қанша десе, уже не деп айтамыз? Уже минус 60 деп айтамыз. То есть бұл жерде таңба уже минуспен жүреді. Минус 60 джоуль деп айтады екенбіз. Жалпы процесс осындай. Изотерма, изохора, адиабатта. Бұларды бағана клапиромен шатастырып беретін есептер болады. То есть екеуін біріне араластырып жіберетін есептер болады. Келеді жағдай. Ал бұл жерде изобараға әрине сұрақ келмейді, ауызша сұрақтар. Өйткені изобарада үшеуі де бар. Изобара толыққанды процесс изобара деп айтылады. Изобарада еш нәрсе жойылмайды. Изобарада үшеуі де бірдей болады. Изобарада мынандай ауызша сұрақтар келмейді. Изобарада как емес жаңа есептер келеді. Изобаралық процесс кезінде дененің ішкі энергиясы мынанша, жұмысы мынанша, жылу мөлшерін табыңыз. Уже екі нәрседен беріледі. Ал мыналарда бір нәрседен ғана беріледі. Все, түсінікті ма? Процесстер. түсінікті. Шатасамын деп жатқандар. Түсінікті деген ойдамын, жақсы. Ай жаңа есепті көре салайық. Все. Так, бұл түсінікті болса, олай болса, жаңа есептерді көріп тастайық енді.